Қазақстан барысын 159 миллион теңгеге өткізеді екен. Нұрсұлтан қалалық мәслихатында осы мәселе көтерілді. Менің де қазақтың ұлттық спортына ешқандай қарсылығым жоқ. Менің де қарсылығым жоқ. Ұлттық спорт өркендей берсін, дами берсін. Бірақ 159 миллион теңге көп емес пе? Оның үстіне демеушілердің, жарнама берушілердің де қаражаты бар. Татами қымбат па, балуанның киімі қымбат па? Негізі балуандардың дене бітімін ескерсек, қаражаттың басым бөлігі таңғы, түскі, кешкі асқа жұмсалатын секілді. Оның қасында Қазақстанда ұйымдастырылатын әлемдік додалар 3 есе арзан бағаға өтеді. Неге бюджеттің қаражатын үнемдемеске? Неге соны істемеске? Жауап беруші ойланып тұрды да қарастырамыз деді. Жарыстың жеңімпазы 25 миллион теңге алушы еді.